Таутасына тіл біткен қатпар-қатпар Қаратаудың қай-қиырына барсаңыз да айтылмаған аңыз бен сырлы шежіреге кезігесіз. Себебі бұл маңның әрбір сайы мен саласы, аңғары мен атырабы тағылымды тарихқа толы. Сондай қасиетті орындардың бірі қола дәуірінде салынған Сауысқандық шатқалындағы петроглифтер. Өте үлкен тарих бұл. Кейде ата-бабаларымыздың айтуына қарағанда бізге жеткен деректер бойынша мына Қаратаудың басынан көш келеді деген ән бар. Осы әуеннің өзі осы Қаратаудың қойнауынан мына 15 шақырым жерде Майшы сазынан басталған деп есептелінеді. Ары қарай бір жағы Ашаршылық, бір жағы Жоңғардың қыспағымен ел үдере көшіп осы Өзбек жағына қарай ойысқан. Сол ұлы көш осы біз тұрған жерден 10-15 шақырым жерден басталған деген деректер бар. Қарт Қаратау сұлу сыр, қойнауы толған әнмен жыр деп Манап Көкенов атамыздың айтқан жыр шумақтарында шындық жасырылып жатқаны анық. Бұл Қаратаудың, қатпар-қатпар Қаратаудың қойнауында қаузалмаған құпиялар әлі де көп ақ. Солардың бірі таңбалы тастар. Асылында Қаратауда 10 мыңға жуық петроглифтер бар делінеді. Әзірге тек соның мына Сауысқандықтан 200-дей петроглифі анықталып отыр. Негізінен бұл петроглифтер ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұрасының алдын ала тізіміне енгізілген. Бірақтан да бұл тарихи нысанға мамандар әлі де болса кешенді зерттеу жұмыстарын жүргізу керек дейді. Бұл әр жерде өз Қазақстанның әр жерінде бар. Алматы облысында Таңбалсақ шатқалы өте айқын бейнеленген. Мына Жезқазғанда біздің Қарағанды облысында Таңбалсақ шатқалы. Әсіресе осы бізге бір үлкен сый, бұл біздің Шиелі ауданының көлемінде осындай шатқал бар. Қаратау етегіндегі Сауысқандық шатқалы Шиелі ауданы Еңбекші ауылынан 50 шақырым қашықтықта орналасқан. Аумағы 500 гектарды құрайды. Тас және қола дәуірінің мәдениетінен көрініс беретін бұл суреттерді ғалымдар сыр өңіріндегі бейнелеу өнерінің бастауы деп бағамдайды. Біз ата-бабамыздың сондай зерделілігіне, білгірлігіне осы қарап отырып таңғаламыз. Бізге үлкен тарихтан сыр шертіп, үлкен бейнелер тастап кетіп отыр. Не айтқысы келетіндері біздің емізге қазір білмейміз, бірақ сурет күйінде келтіріп отыр бізге аманатты. Мүмкін аң құс сақта деп отыр ма? Қола дәуіріндегі тайпалардың дүниетанымы табиғатқа түгелдерлік тәуелді болған. Сондықтан да ол кездегі байырғы адамдар табиғатты ерекше құдірет деп білген. Жартастағы бейнелерге қарап еріксіз осындай ойға кенелесің. Негізі Сауысқандық шатқалындағы бейнелер антропоморфтық фигуралар болып табылады. Бұл жерлерден маралды, түйені, арқарды, арбаға мінген, аң аулаған адамдарды және де бұғыларды байқауға болады. Ғалымдар бұл бейнелерді әйгілі таңбалы тастардағы бейнелерден кем түспейді деген пікірді айтады.
біз өзіміз бала кезімізден осы жерде малшының баласы өскеннен кейін кішкентай кезімізден көзіміз қанық таңбаларға. Осы таңбалар біздің ғалымдардың жобалауынша біздің заманымызға дейін 2000 жылдыққа дейінгі таңбалар болып есептелінеді. О кезде енді өзіміз ойлаймыз, жазу сызу болмаған кез ба, сол кездегі ата-бабаларымыз бізге осындай өздерінің артында із қалдыру үшін суреттермен белгілеп беріп кетті ма? Бұл жерде арқардың, бұғының, түйенің, жылқы ат мінген адамның бейнелері көп. Сосын бертінде Шыңғысханның заманындағы сүйреп жүретін арбаның, күйме арбалардың суреттері, ішінде қалыңдық отқан суреттер көп кездеседі. Және де аң аулап жүрген бейнелер көп кездеседі осы жерде. Өте айқын әлі сақталған. Бүгінгі ғылымда еуропоцентризм деген ұғым бар. Тарқатып айтар болсақ, бұл дегеніңіз жалпы қандай да бір археологиялық ашылулар болса, олардың барлығы тек Еуропа елдеріне ғана телінеді. Ал қазіргі заманауи философтар өркениет Еуропада емес, батыста емес, керісінше шығыста пайда болған деген тұжырымды айтып жүр. Шынында да шығыста пайда болған сол өркениетке біздің бабаларымыз өзіндік өлшеусіз үлестерін қосқан. Қалай дейсіз ғой, міне мынадай таңбалы тастарды бейнелеу арқылы ешқандай техника, технология, заманауи құралдардың жоқ кезінде біздің бабаларымыз, байырғы тайпалар бұл бейнелерді қалай осындай алып тастарға қашап салған. Демек, олардың ой өрісі, мәдениеті өте жоғары болған деген сөз. Жалпы қарап отырсақ, бұл бейнелер тасқа қашалып, кескінделіп, жанамаланып, және де шекмеленіп салынған сияқты. Бұл жерде 500 гектар шамасында таңбалы тастар белгіленген қазір. Ғалымдар карталап, оны қазір өзінің есебіне алды. Енді арғарай біздің міндетіміз сол таңбалы тастарды көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа жеткізу. Өте қызық бейнелер, қасқырдың бейнелері, көбінесе әсіресе көп түйе, көш көлігі ретінде керуен, солардың бейнелері көп кездеседі. Қамқорлыққа алынған, қазір бірде-бір тас алынбайды бұрадан. Бірде-бір тас алынбайды, бірақ енді малшылардың малын бағады, ешқандай зияны жоқ. Сонда да келешекке сақтауымыз керек бұны. Осы көктем кезде әсіресе жастар кеп демалып, тынығып жататын жағдайда сол таңбалы тастардың қасына барып ат жазып кету кездеседі. Осыған өте қарауымыз керек. Бұрынғы таңба ата-бабамыз жәдігерін білдірмеуіміз керек. Мына жастарға әсіресе айтатыным. Орысша, қазақша краскамен ойып жазудың қажеті жоқ. Бұл бізге қайталанып келмейтін үлкен мұра. Көнеден қалған ескерткіштің құндылығына қарап, Қаратау адамзаттың тас бесігі деп тұжырымдауға толықтай негіз бар. Біздің байырғы бабаларымыз тозған ел тарихын жаспен жазады, озған ел тарихын таспен жазады деп бағамдаған. Енді осынау қалыбы бұзылмаған құндылығымызды болашақ ұрпаққа басы бүтін аманаттау бүгінгі сіз бен біздің асыл борышымыз. Расында туған жерді сүю, туған өлкенің әрбір қиыршық құмы мен түйіршік тасын ардақтаудан басталатын бір сәтте болсын ұмытпағанымыз абзал. Бұл туған өлке хабары, тарихымыз түгел, болашағымыз баянды болғай.